Сәлем балақай, Зерек бала каналына қош келдің. Бүгін біз 4-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәнінен кітап неден жасалады атты тақырыбымен танысамыз. Енді балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын пазл ойынын ойнайық. Мені кім тербетіп аялап өсірді? Әрине, ол мені табиғат, күн мен жаңбыр тербетіп аялап өсірді. Жасым сақинамда жазулы екенін білесіңдер ме? Иә, ағаштың жасын діңіндегі жыл сақиналары арқылы біледі. Балалар, бүгінгі сабақта біз Танаш Дәуренбековтың «Кітаптар мұңы» атты әңгімесімен танысамыз. Танаш Дәуренбеков Қызылорда облысының Тереңөзек ауданында дүниеге келген. Оның «Бір түйенің әлегі», 15 жыл өткен соң, «Сыр балалары» атты шығармалары бар. Балалар, «Кітаптар мұңы» әңгімесін жақсылап түсіну үшін мына видеоны тамашалайық. Ей, тұрсаншы, қайда келдік? Тірмісің өзің? Ой, мазамды алмашы, бүйткенше парақтарымның пәре-пәресі шығып, желмен ұшып кеткені жақсы еді. Не боп қалды? Жалғыз сенің басына келді деймісің бұл қиыншылық? Кімсің өзің? Сыртым бүк-бүтін ғой. Сыртымды қайтесің? Сыртым бүтін болғанмен, ішім түтін. Ана тілі оқулығымын. Мен үшін авторлар түн ұйқысын 4 бөліп қанша қызмет етті десеңші. Баспа қызметкерлері де әрбір әріпімді жекелей теріп, көз майын тауыспап па еді? Егер күтіп ұстаса, келер жылы мені басқа балалар оқымас па еді? Қайтейін? Балалар, енді осы екі кітаптың қорқынышы неде? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Бізді қайтер екен, отқа жағып жерем екен деп қорқып тұр, иә, екеуі. Арман қарай не болады деп ойлайсыздар? Кітаптардың тағдыры қалай шешілуі мүмкін? Кәнекей, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Жарайсыңдар балалар. Ендеше сөздікпен жұмыс жасайық. Кәдеге жарату, пайдаға асу. Кітапты түптеу, кітап парақтарын біріктіріп тігу. Басу айту, тыныштандыру. Ұнжырғасын түсу, еңсесі түсу, ренжу. Балалар, енді осы мәтін бойынша топпен жұмыс жасайық. Бірінші топ, мәтіндегі кейіпкерлер қандай тәсілмен суреттелген. Екінші топ, оқиғаның шарықтау шегіне әкелген қорқынышты сөзді ата. Үшінші топ, оқиғаның шешіміне әкелген жұбаныш сөздің иесі қай кітап. Төртінші топ, кейіпкерлер қос, кітаптардың арманы орындалатындай етіп ертегіні аяқта. Қорытындыла. Бүгінгі сабақтан өзің үшін қандай маңызды ақпарат алдың? Өзіңнен кіші балаларға қандай кеңес берер едің? Енді үй тапсырмасы. Үлгіге қарап, оқулықты күту ережесін құрып жаз. Бірінші тапсырмада пайдаланған кітапты орнына қой деп тұр. Арман қарай 2 мен 3-ті өз ойымен жалғастырып кел. Балалар, сіздерге менімен бірге сабақ оққан ұнаса, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Әріптестер, сіздердің комментарияларыңызға рахмет. Егер де сабақтың жоспары немесе презентациясы керек болса, менің WhatsApp нөміріме шығыңыздар.